күйеуіммен жасағаныма 20 жыл болды. Содан бері азап көріп келем. Бірақ ет төркеніме ешкімге айтқан емеспін. 6 бала шағам бар. Адам болып кетер деп жүрдім, бірақ адам бола алмайды екен. Соған енді көзім жетті. Потом Мазараттыда қаштық, Мазараттыда жатқан күндеріміз болды. Бала шағамызбен. Бірақ көргенде көрдім азапты, бірақ оны есіме түсіргім келмейді қайтып. Таяқтан жедім. Қолым сынды, омыртқам сынды. Маған өліп қарғып кететін күндер де болды. Мұрным сынды. Сонда да жүрдім. Ішпеп ұрадым. Мен анда қатыным бар, мында қатыным бар, соны әкелем, үйді босат деп. Сонда да жүрдім, енді бала шағаны қой жетім қылмайын деп. Жүрдім, бірақ жұмыс істеп жүрдім. Келген кезде жанжал қыладым. Сен анда жүріп келдің, мында жүріп, мен еркектермен деп. Бірақ жұмыс істеп келетін. Өзі жүрген екен, мен де жүретін қылатын. Мен сені елге шәрменді қыламын. Жезекші қыламын деп. Мен милицияға беремден ар жазып сөйтіп милиция келіп айтты. Сен 6 балаң бағамайсың. Сен осы қара деді. Кейін күйеуім айтты. Менің бұл жерде милициялардың ешқайсына сен ар жазамайсың. Оның бәрін мен өзім пәрелеп бағамын деді. Жүрдім, ешкімге сөзім етпейді деп.